Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көпшілік қауым, мына бүгінгі Арафа күніне сәйкес келген қасиетті жұма күні қабыл болсын, келе жатқан Рамазан айы қабыл болсын. Бәрімізге сый жәннат болған раян жәннаттарына лайық ораза ұстап шығуымызды, қадір түні жолығымыз нәсіп етсін. Мына қыстың соңғы күні, ертең көктем келе жатыр. Сондықтан Алла Тағала елімізге жақсылық берсін, қазақ елінің болашағы жарқын болсын. Мен өзім таныстыра кетейін, атым Қуат Қабдолда. Нұр-Барак университетін бітірген ислам танушымын, соның докторантурасындамын, уақып қорының кеңесшісімін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы. Мына бүгінгі осы кризис орталығы дейді, әйелдерге арналған, сол жерге келіп тұрмын, осыны ашқан Баян Мақсатқызы, осының ұжымына, осыны да жұмыс істеп жатқан Алла Тағала баршасына разы болсын. Осындай бір енді біздің қоғамымызда әйел адамдарға сондай бір қиын жағдайлар болып жатқан уақыттарда мен айта кетейінші деген, біздің исламда әйел адамның орны өте үлкен. Пайғамбарымыз хадисі бар, сендердің жақсыларың дүниеге бірінші қыз болып келсе, сол береке деп айтқан екен. Береке, қыз бала дүниеге келген береке деген екен. Қыз бала қазақта бірден дүниеге келген уақытта береке десе, қыз бала бой жеткен уақытта оны қызғыштай қорып, 40 үйден тыйым сап, 40 үйден қорғау деген сөз ғой. Одан кейін оны тұрмысқа ұзатып, әке аманатын беріп, әке шеше қызын қияға қондырғаннан кейін, ол ақ жаулық жауып ана болғаннан кейін бірден ана болады да, жәннат аналардың аяғының астында дейді. Сол үшін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден озып бара жатқан уақытта бүйтіп айтқан: ассалату ва ма малакат айманукум деген, намаздарыңа бекем болыңдар және қол астындағыларыңа деген, яғни жұбайларыңа жақсы қараңдар деп тапсырып кеткен екен. Исламда негізі әйел адамды ұру деген, соғу деген ол тыйым салынған нәрсе. Негізі исламда 4 жолы бар әйел адаммен мәміле жасау ер адамға. Біріншіден оларға насихат айту керек. Екіншіден насихатқа тоқтамаса бөлек жату дейді. Яғни бөлек жату деген бөлек үйге кетіп қалу деген сөз емес, бір төсектің өзінде бұрылып қарап жату дейді. Оған көнбесе дейді, былай тәрбиелеу дейді. Ол кезде мынандай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисуақ деген тіс тазалайтын сондай таяқпен ғана көрсеткен екен. Осындаймен ғана иығынан қағып қойып, немесе қолмен ғана. Яғни ол жерде ұрып тастау. Өйткені әйел адамның көркі өзінің сұлулығы бетінде болады. Бетінен ұруға тыйым салынған исламда. Имам Шағрауидің мынандай сөзі бар: баласы үйленем деген уақытта, балам, егер сен ол әйелің алғай жатқан әкесіндей бола алсаң, ағасындай бола алсаң, адал жарындай болатын болсаң, сонда ғана үйлен деген екен де. Сол үшін ол Алла Тағаланың рұқсатымен алған аманат біздің бойымызда. Жұбайларың, балаларымыздың анасы, қалай оны бетінен ұрасың? Қазақта ондай нәрсе жоқ, ондай қатты соғу деген, ұру деген. Төртінші нәрсе, егер осыған көнбей жатса, төре шақырып дейді, екі жақтан, қыз жақтан, жігіт жақтан. Сонда Құран кәрімде Алла Тағала айтқан екен, жанашыр, татуластыратын әділетті адамдар келіп төрелік жасап татуластырын деген екен. Алла Тағала осы жастарымыз осындай үйде бір қиыншылықтар, жаманшылықтарды көрмесін. Біздің әке көргеннен оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді қазақ. Сол үшін біздің үйде, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Үйде олар бір жәннатқа кіргендей, өзінің үйін сондай жәннатта жүргендей сезіну керек. Әке шешесінің сондай адам баласы, Лев Николаевич Толстойдың сөзі бар: ең бақытты адам дейді, үйіне қуанышпен келе жатқан адам деген екен де. Адам бақытты басқа жаққа кетіп қалып, қашып кетіп таба алмайды, өз үйінен ғана табады. Сол үшін кейбір бауырларымыз қатты кетіп қалып жатады. Исламды дұрыс түсінуіміз керек. Бұл исламның жаңағыдай қате түсінгендіктен болып жатқан нәрселер, білімсіздіктен болып жатқан нәрселер. Кезіндегі мына Әл-Фарабидің сөзі бар ғой: білімсіз, жаңағыдай тәрбиесіз алынған ілім деген адам баласына опат әкеледі деген. Сондықтан Алла Тағала біздің елімізде әр отбасы, әр жанұя сондай Алла Тағала жақсы өмір сүрулерін нәсіп етсін. Және айта кетейінші, мына уақыт тақырыбын өзін зерттеп жүрмін. Бұл Европада эндаумент деген қорлар, қазіргі кездегі мына үлкен университеттер бәрі біздің мұсылмандардан жүйесінен алған. Сол уақыт деген үзілмейтін садақа. Мешіт, медресе, жол, көпір салып кетсе, осы барлық жер бетіндегі Алла Тағала бүкіл жануарлар, жәндіктердің бәрі Алла Тағала айтқан менің үй ішім деген екен. Сондай қорлар жаңағыдай бәр нәрсені қамқорлық жасауға, тіпті тауларға барып жем шашып, бидай шашып, мынау ұшып жүрген құстар, аңдардың бәрі аш қалмасын деп сондай қамқорлық жасаған. Соның ішінде Әрмәлі қоры деген қор болған. Османияда кезінде өте мықты дамыған уақып ісі. Соның ішінде Әрмәлі деген жесірлерге арналған қор болған. Сонда мұсылман ғұламалары жетім жесірлерге қамқорлық жасау Алланың алдында ең сауапты екенін, қазақ даласында қазақ ру болып отырған, енді қазақ үлкен ұлт болып қалыптасып жатырмыз. Сол кездерде қазақта жетімі, жесірі, тастанды, қариясы болмаған. Бір зынданның
гана түрмөсү болмаган адилеттүү бийлер өздөрү шешип отурган бар нерсени. Неме тууганды бийде иман жок, туура бийде тууган жок, тууганды бийде иман жок деген казак сөз бар. Сол бийлердин сөзүнөн, аксакалдардын сөзүнөн кой деген сөзүнө гана токтогон. Сондықтан иншалла осы қарындастарымыз осы жерде мейірім көріп жатыр қазір. Кішкене болса да үйлерінен қиыншылықтардан кеп осында кеп жақсы сөздер естіп, жақсы тынышталып жатыр жүректері. Сол үшін үйлеріне қайтадан оралып жатса, тату тәтті өмір сүрулерін нәсіп етсін. Балалары қуаныш көрсін, балалардың көздерінде қуаныш ұяласын. Осында қызмет етіп жүрген баршасынан Алла разы болсын. Еліміздің болашағы жарқын болсын. Әйел адам бір қолымен бесік тербейді, бір қолымен дүние тербейді. Осы аналарымыз жер бетінде ең құрметті лайықты зат болған әйел адамдарымыз, аналарымыз аман болсын. Аналарымыздың болашағы, балаларымыздың болашағы жарқын болсын. Әмин.